Қайырлы күн баршаңызға. Тәтті әлем асханасына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай қатырлақ мини чебурек жасаудың жолымен бөлісетін боламын. Жылдам дайын болады және осындай әдемі болып шығатын болады. Бізге ең алдымен електен өткізілген ұнымызды менде 3 стакан қолдандым. Ыдысымызға салып алатын боламыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізу керек, себебі ауыр болып тұрады ұн. Ұнды електен өткізген кезде ішіне ауа кіріп жеңіл болады. Сұйық майымызды құйып, артынан жылы суымызға тұзды салып, тұз ерігенше жақсылап араластырып, ұнымызға құятын боламыз. Жұмсақ қамыр дайындайтын боламыз. Қамырдың басында осындай қасықпен араластырып алдым. Қасықпен немесе лопатаның көмегімен осылай араластырып, кейін икемге келгеннен кейін қолмен жұмыс жасайтын боламыз. Жақсылап қамырымызға илеу беріп, жұмсақ қамыр болғанша осылай қамыр жасап алатын боламыз. Мен өзім қонақ күткенде немесе үйде самсаның да чебуректің де барлығының осындай мини кішкентай болғанын қалаймын. Себебі қонақтарға ыңғайлы болу үшін жеуге де ыңғайлы болады. Ал үлкен болса қонақтар ыңғайсызданады деп ойлаймын. Бұлай шашып алып төгіп аламын ба деп. Дайын болған қамырымызды осылай бетін жауып 15 минутқа қойып тұратын боламыз. Енді қайнап шыққан картофелімізді осылай пюре жасап езіп алатын боламыз. Дәміне қарай тұз салатын боламыз. Мінеки картофелімізді жақсылап осылай езіп алдық, тұзымызды салдық. Енді бөлек оттамен осында пияз жұмсарғанша сары майға осылай қуырып алдым. Енді картоптың үстінен салып, жақсылап араластырып, суытуға қойып қоямыз. Енді қамырды дайындаймыз. Қамырды осылай кіші бөліктерге бөліп алатын боламыз. Бұл қамыр ұнды қажет етпейтін қамыр, яғни жаю барысында мен мүлде ұн қолданған жоқпын, себебі қолға жабыспайтын қамыр. Барлық қамырымыз кесіп болғаннан кейін осындай дөңгелектер жасайтын боламыз. Қамырымыздың беті құрғап қалмау үшін осылай сүлгімен немесе пакетпен жауып қойсаңыздар болады. Енді қамырымызды жұқалап жайып, осылай 1,5 шай қасықтан салып, осылай түйіп шықтық барлығын. Чебуректерімізді түйіп жатқан кезде майды қызартып аламыз. Орташа отта 2 беті қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Мінеки чебуректеріміз дайын болды, өте дәмді болып шықты. Егер де менің видеом, каналым сіздерге ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Видеоның соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Сіздермен болған Нұргүл.